Қазақстанда орташа зейнетақы мөлшері қанша? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Қазақстанда осы жылғы қаңтар айында республикалық бюджеттен 549,3 миллиард теңге сомасына зейнетақы төленді. Оның ішінде базалық зейнетақы 168,7 миллиард теңге, ынтымақты зейнетақы 380,6 миллиард теңге. 2023 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 120,992 теңгені құрады. Оның ішінде ынтымақты зейнетақы мөлшері 83,089 теңге, базалық зейнетақы 37,903 теңге. 2023 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша зейнеткерлердің саны 2,292,000 адам. 2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіндегі өтілін ескере отырып, әр алушыға жеке тағайындалатынын еске саламыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.